Әр адамның ойы мен арманы болады. Пендешілікпен тым жоғары өрмелегіміз келеді. Бірақ Алланың дегені аса алмайтынымыз тағы бар. Жасым 40-қа келіп әрең үйлендім. Осы жасқа дейін бойдақ болып жүруіме тұрмыс жағдайым немесе денсаулығым себеп емес. Таңдап жүрдім. Танысқан әрбір қыздан кемшілік іздедім. Бір көргеннен жүрегімді дір еткізгенін таппадым. Солай әбден сүрленген кезде өзімнен 18 жасы кіші құдашама көңілім ауды. Үйдегілерді ортаға салып, өзім табалдырығын тоздырып әрең көндірдім. Мені бәрі кәрі жігіт дегеніне қарамастан қыз келісімін берді. Ата-анасының ақ батасымен ақ босағамнан аттады. Қыздың көңілінен тауып жүрегін жаулау үшін неше түрлі айлы әрекеттерге бардым. Өзім өте сұлу жігітпін. Жеке көлігім де, пәтерім де бар. Барлық жағдайымды жасап алғам. Ақшасыз жүрген күнім болмаған. Қалалық әкімшілікте жоғары қызметте отырмын. Өзімді елден ерек көремін. Маған кез келген қыз тиеді. Мен қаласам болды деген сенімді мұқтап ұстап алғанмын. Солай болды да, жүрегімнің қалауымен үйлендім. Келіншегімде үріп ауызға салғандай сұп-сұлу, әрі жап-жас. Достарымның, әріптестерімнің келіншектері бұл кезде 2-3 баладан туып, қарны салбырап, бетін әжім басқан еді. Ал мен сұлуым бәрінің көзінің жауын алып, дастарханға нұр шашып отыратын. Бала күнімнен сұлулыққа құмар болдым. Жігіт болсам да әдемі киінгенді, әдемі жүргенді, әдемі сөйлегенді жақсы көрдім. Өзімді осы жолға жақсы пысықтадым. Көп кітап оқып, шебер сөйлеуге дағдыландым. Міндетті түрде мақал қосып сөйлеу әдетім еді. Солай әдемі сөздер мен романтикалық әрекеттермен келіншегімнің жүрегін жаулап алдым. Сұлудан сұлу туатыны белгілі ғой. Келіншегім араға 6 ай салып, құрсақ көтерді. Тұңғышым ұлым дүниеге келген кезде әлемде менен бақытты адам болмаған шығар. Айдай сұлу келіншегім одан сайын әдемі болып кетті. Ал ұлымыздың сұлулығында сөз жоқ. Өзі әппақ, көзі тостағандай дөңгелек, кірпіктері найзадай, көзі мөлдіреп қара. Елдің көзі өтеді деп жасына толғанша ешкімге көрсеткен жоқпыз. Тіпті әке-шешемнің үйіне де апарған жоқпын. Өздері ғана келіп, немерелерін көріп кететін. Тұңғышым 3-ке келгенде, 2-ші ұлым дүниеге келді. Ол да ағасы секілді сұлу әрі сымбатты жігіт болды. 3-ші ұлымның сұлулығында да мін болмады. Қарындастарым қызды болсаңыз ай мен күн жолда қалатын шығар деп қызығатын еді. Алла тілеуін берді ме, үлкен ұлым 10-ға толғанда шаңырағымызға шуақ шашып, ханшайым қызым дүниеге келді. Шынында да оның сұлулығын сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Қарауға қимайтынмын, өз көзімнен өзім сақтадым. Көзін үнемі көлегейлеп жүрдім. Үйге кісі келсе басқа бөлмеге отырғызып қоятын жағдайға жеттік. Сенесіз бе, өз анасынан, ағаларынан қызғанатындай едім. Сол қыздан кейін келіншегім құрсақ көтере алмады. 3 ұлым мен жалғыз қызымды қызғыштай қорғап, күннен қорғап өсірдім. Ұлдарымды балабақшаға бергенмін. Қызымды қимаймын ғой, оның көзінен аққан жас түйілген қабағын көрсем, жүрегім тарс айырылатын. Қанаттыға қақтармай, тұмсықтыға шоқтырмай, қолымнан келгенше мәпелеп, аялап өсірдім. Жасы 10-ға толғанша арқалап жүретін, өзі дей алмайтын, аузы бұртиып еркелеген кезде әлем нұрланатын. Ханшайымым 10-ға толғанда тұңғыш ұлымды үйлендірдім. Ұлдарыма да жар таңдау мәселесіне келгенде өте қатал болдым. Ең алдымен қыздың сұлулығына қараңдар. Сымбатты, сымбай, тұла болу, мінсіз болу керек деп талап қойдым. Бұл талабымды ұлдарым өте кішкентай кездерінен құлақтарына құйып өсірдім ғой. Содан болар. Мектепте де, университетте тек сұлу қыздармен достасып, сұлу қыздармен бір партада отыратын болды. Есейген кезде көңілдері ауған қыздың суретін көруге асығатын едім. Ұлдарымен бұл тақырыпта ашық сөйлесеміз.
Олар да ойындағын іркіп қалмайды. Бәріміз таңдап жүріп, үлкен ұлымызды үйлендірдік. Келініміз өзімізге ұқсайды. Екінші және үшінші ұлым үйленетін кезде де талабымыздан жаңылған жоқпыз. Олардың да жаны сұлулықты қалай ма, әлде бала кезінен саналарына сіңіріп алған ба, әйтеуір үш келінім де көңілімізден шықты. Бәрінің бойы ұзын, сымбатты әрі сұлу. Туған туыстарым, көршілерім бәрі ұлдарың мен келіндерім бір-біріне керемет жарасады. Өздері сұп-сұлу деп тамсанады. Аллаға шүкір, келіндерімнің үшеуінде түрлері ғана емес, жандары да, тірліктері де сұлу болды. Ал мына кенжетайым, көзімнің ағы мен қарасы, нұры болған ханшайымның таңдаған жары көңілінен тас талқанын шығарды. Жігіттің түріне қарасаң, адам деп ойламайсың. Алла осындай да адам жаратады екен-ау. Көзі жымсиып, тісі ақсиып, бойы бір тұтам ғана. Бойы қаншалықты қысқа болса, тілі соншалықты ұзын. Мінезі де дөрекі ма? Сыпайылықты қанша іздесем де таппадым. Байлығына мастанған ерке жігіт. Бірақ қызымның көзі соншалықты соқыр ма? Әлде оқытып, шоқытып, басын айналдырып алды ма? Олай ойлайын десем, қызымнан ала бөтен қылық пен әрекет байқамаймын. Байлығына қызықты дейін десем, өзіміз де жерге қарап отырған жоқпыз. Қызым ақшадан қысылып, таршылық көрген емес. Өткен айда қызымның жігітіммен таныстырам деген соң үйге шақырдық. Қолына 2 шоқ гүлін алып, жолдас жігітімен келіпті. Өзін тым еркін ұстайды. Ұлдарым мен келіндеріме де шақырып алғам. Бәріміз дастархан басында отырмыз. Мен ғана емес, ұлдарым да жігітті сынақтан өткізіп отырмыз. Ал ол еш қысылатын емес. Қызыма қалай болса солай сөйлейді, жұмсай салады. Бізден де жатырқамайды. Жарайды, мұны мінез дедік, бірақ түрден түр жоқ қой. Қызыма мүлдем тең келмейді. Бірақ қызыма қарасам бақытты, көзі жайнап тұр. Желтоқсанда келіп сырға саламын, жаңа жыл күні тойымызды жасаймыз деп жігіт дайындалып отыр. Мен оны қызыма лайық жар көрмеймін. Анасы да қызын қимай отыр. Аға жеңгелерінен көңілінен шыққан жоқ. Сондай сұлу қызымды қайдағы бір жігітке ұзата салғым келмей отыр. Қызыма шет жағасын айтып едік, шан жуытатын емес. Жігітті құлай сүйетіні көрініп тұр. Анасына жақсы жігіт деп айтыпты. Мүмкін шын мәнінде қызымның бақыты шығар, бірақ ішкі жан дүнием қарсы болып тұр. Қазір жастықтың желігімен көзіне жалындаған махаббат қана көрінеді ғой. Біз үлкендігімізді танытып, тура жолға салу керек шығармыз. Отбасы болып біраз уақыт бірге тұрған соң бір-бірінің кемшілігін көреді, ілік іздейді, ұрыс болады. Сол кезде өкініп бармағын тістей ме екен? Айналасындағы адамдарды көрген кезде өзінің күйеуімен салыстырып, неге көзім байланды демей ме? Жанына еріп жүруге намыстанбай ма? Осы ойлар маза беретін емес. Не істесем екен? Осы уақытқа дейін қызымның қалауын орындап келген едім. Бұл жолы қарсы шықсам ба екен? Әлде таңдағаныма разы болып батамды берсем бе екен? Мүмкін мен таңдаған жігітпен тағдыры жараспай, бақытты болмай жылап жүрсеш? Қызыма рұқсатымды берсем қателік жасаймын ба, әлде бермесем қателесем ба? Әбден басым қатты.